Саламатсыздар ма, кішкентай зерттеушілерім? Балапандар, менің қараңдаршы, менің қолымда не бар? Аскөкке не керек? Су қажет екен да. Жаңбырдың суымен қоректенеді да бұл. Ендеше біз жаңбыр тамшыларының қалай пайда болғанын бақылаймыз ба? Енді бірге бақылайық. Балалар, біздер қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Яғни ыстық суды сіздерге болмайды, тек үлкендердің көмегімен. Жарай ма? Ең алдымен біздер қазір мына балалар, жаңбыр тамшысы қалай пайда болатынын мен сіздерге айтайын. Яғни күн ысығанда, жылынғанда өзен көлдердің сулары буланады, жоғарыға көтеріледі. Тұман болады да, тұман болады. Сол тұман жоғарыға көтеріледі екен. Бақылаймыз ба сол тұман қалай көтерілетінін? Бұны сіздерге болмайды да, тек қана менің көмегіммен ғана қолданамыз. Ұстамаймыз. Қазір қараймыз. Аспан жоғарыға бұлт жаңағы тұман пайда болды ма? Қараңдаршы. Болды ма? Болды ма? Жоғарыға көтеріледі екен. Енді біздер жаңбыр тамшыларының қалай пайда болғанын бақылаймыз. Көреміз бе қалай екен? Қане мен сіздерге қазір мен оқиям. Бұл бұлт дейді. Аспандағы бұлт деп отыр қазір. Енді осыған біздер алдарында тұрған суды теме ұстамаймыз олайды. Мына қолымызбен алып тамшыны тамызамыз. Байқайық. Жаңбыр тамшысы пайда болды. Міне жоғарыға көтерілгеннен кейін тұман жаңағы не істейді екен? Салқындап, кері су болып, жаңбыр тамшысы болып жерге тамады екен. Міне балалар, біздер жаңбыр жерге топыраққа сіңеді. Топыраққа сіңгеннен кейін жаңағы өсімдіктер өседі. Міне біздер өткен жұмада біздер жоба қорғап не ектік? Жаңағы аскөкті аскөк ектік. Аскөк міне судың су құйғаннан кейін, күтім алғаннан кейін бұл аскөгіміз осындай нәтижеге шықты. Көктеп шықты ма? Әдемі болып көктеп шықты. Міне біздер оған су, жарық беріп тұруымыз керек екен. Және де біз осындай шағын жылыжайға салып, бетін жауып, су құйып, біздер бұны жылы жерге қойдық та, жарық түсіп көріп па бұған? Жарық болу керек екен. Міне қараңдар. Міне жарық болу керек екен. Біздер бұны толығымызда қайталап жасадық та. Әдемі бұл міне жылу берді да. Дымқылданып, міне жауып қоямыз. Күннің көзі түсіп, өзі міне дымқыл тартып осылай өседі екен. Енді қараңдар балалар. Тек қана біздер бұны қолмен суғады. Ал енді жаңағы суды жаңбыр болмағанда жаңбыр тамшылары жер астына сіңеді дедік қой. Сол міне ауылдық жерлерде құдықты көрдіңдер ме сендер? Құдықтан су алады екен. Ал суды біз бақшаға өзіміз ішеміз бе тұщы суды? Ішетін. Енді соны қарайық міне. Сендер міне құдықты көрейік міне. Су аламыз да бақшаға су құю үшін. Ал кәне сезім байқап көрейік. Су шыға ма екен? Қарайық міне. Тәжірибе жасап көрейік. Бас қаттырақ. Міне. Су бар ма? Кәне міне. Көрдіңдер ма? Тек қана жаңбырдан алмаймыз. Жаңбыр жаңа жер астына сіңгеннен кейін суды біздер жер астынан суды алады екенбіз. Оны біздер қайда құямыз? Ас көктерге, жаңағы жеміс жидектерге, көкөністерге құяды екенбіз. Бүгін біз тәжірибеде нені зерттедік? Ненің пайда болуын зерттедік? Судың пайда болуын. Яғни жаңбыр тамшыларының пайда болуын зерттедік та. Жаңбыр қайда сіңеді екен? Топыраққа сіңеді екен. Топырақтан біздер міне не шықты? Не ектік? Ас көк ектен екенбіз да.